Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, оңай және ерекше тағамның рецептісімен бөлісемін. Жасалу жолы сондай жеңіл әрі тез, сонымен қатар ешқандай ыдысыңыз болғанбайды. Ең алдымен барлық көкөністерімізді ірілеу етіп турап аламыз. Қандай көкөністер қосам десеңіз өз еркіңіз, себебі тауық етімен барлығы жақсы үйлеседі. Мен пияз, картоп, сәбіз, мұздатылған бұрыш және сарымсақ қостым. Дәміне қарай тұз, қызыл және қара бұрыштарын қостым. Барлығын жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте тауық етін бірнеше жерден тіліп аламыз. Сонда оған дәмдеуіштері жақсы сіңеді. Ал қандай дәмдеуіш қоссам десеңіз, ол өз еркіңіз. Фольганы жаямыз, көкөністерді салып, ортасына тауық етін қоямыз. Содан кейін жақсылап ораймыз, егер қажет болса, 2 қабаттауға болады. Айта кетейін, менің арнама жазылуды ұмытпаңыздар, себебі ол жерде өте оңай және ерекше тағамдардың рецептілері өте көп. Байқасаңыздар, құрамында майлы, зиянды ештеңе жоқ, сондықтан дұрыс тамақтанатындар үшін бұл өте таптырмас тағам. Осы күйінде қызып тұрған пеште 180 градуста 1 сағат пісіреміз. Тағамымыз дайын, дәл осы күйінде ұсынамыз. Ет те көкөніс те өз шырынында өте дәмді болып піседі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Егер рецепт ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.